Сәлем достар, бүгін біз арпа қосылған өте дәмді сорпа дайындаймыз. Өте пайдалы сорпа, тойымды және құндылығы аз, ағзаға зияны аз. Сонымен қатар асқазан ішек жолына өте пайдалы сорпа болып табылады. Ең алдымен сүйекті етті суға салып қайнатамыз. Ет қайнады, оның көбігін алып, сорпасын сүзіп тазалап алдық. Енді оған бір ас қасық тұз және бір кесе арпаны алдын ала суға жуып, салқын суға салып қойып, етпен бірге қайната береміз. Егер сорпаңыздың мөп-мөлдір болғанын қалайтын болсаңыз, арпаны бөлек кастрюльде, бөлек ыдыста қайнатып алып, тек қайнатылған арпаны қосуыңызға болады. Әрі қарай қайнатуды жалғастырамыз. Енді келесі ыдысымызды, қазанымызды қыздырып, оған 40 мл, 50 мл шамасында май құямыз. Бір орташа сәбізді текшелеп турап алып, қуырамыз. Сәбіз аздап жұмсарғанша 3-4 минут қуырамыз. Және түсін бөлу керек сонымен бірге. Түсін бөле бастағанда оған 2 үлкенірек пиязды текшелеп турап қосып, бірге қуырып бастаймыз. Пиязды неліктен екінші рет қуырамыз дегенде, пияз корочка сыртында қытырлақ болмай, сарғаймай, жұмсақ байыппен қуырылу керек, сондықтан пиязды екінші қосамыз. Әрі қарай пияз жұмсарғанша ақырын отта қақпағын жауып 8-10 минут шамасында қуырамыз. Пияз бен сәбізді көреміз. Жұмсақ болып қуырылып, сәбіз түсін берді. Енді тамағымыз піскенше бұны өшіріп қоя тұрамыз, пешін сөндіріп. Енді қайнап жатқан ет пен арпаны байқап көреміз. Арпа түгел піскен кезде етте пісіңкіреп қалды, сүйектен ажырауына жақын. Картошкамызды саламыз. Картошканы салып, ақырын отта 20 минут қайнатамыз. Еті әбден піскен кезде сүйектен ажыратып турап аламыз. Және оны ұсақтап турап, қазанымызға қайта саламыз. Етті салғаннан кейін, бұған дейін қуырып қойған пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Қаласаңыздар томат пастасын немесе қызанақ қоссаңыздар болады. Бірақ оны томат немесе қызанақ пастасын қосқан кезде басқа сорпаға айналып кететін сияқты, сондықтан алдағы уақытта ол сорпаның да рецептін бөлісе жатамыз. Дәл бүгінгі арпа қосылған сорпаның түрі осындай болғаны әдемірек. Енді оған жарты ас қасық көлемінде немесе бір шай қасық қалаған дәмдеуішіңізді қосасыз. Мен сиыр етіне арналған дәмдеуішті қосып 5 минут ақырын отта қайнатамын. Ақырын отта 5 минут қайнағаннан кейін оған бірнеше тіс сарымсақты саламыз. Үкіп сарымсақты салып болғаннан кейін пешті өшіріп, ас-көк салып араластырамыз. Және қақпағын жауып 5-10 минутқа қойып, ыдысымызға құйып, дастарханға ұсынамыз. Енді тамағымызды құйып алатын кезге келдік. Тамағымыз дайын. Осындай өте дәмді, пайдалы, жазға жеңіл тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер.